5 минуттық 15 минут таймфрейм дедім, иә? Мына эма кросс бойынша қай кезде ашып, қай кезде жабамыз, иә? Мысалыға, эма кросс бойынша мына жерде бізде не берілген, сигналдар берілген. Соңғыны ала берейік, міне. Мынау бар, мынау бар, мынау бар, мынау бар. Енді эма кросс бойынша да бізде екі вариант бар. Бірінші вариант қандай? Бірінші вариант позиция ашылды, иә, мына плюстан ашылды. Оранжевый жоғары болатын болса, жасыл астына болатын болса, бұл бізде не істейді, лонгқа ашылады. Енді стоп лоссты тоже осы линияның астына кішкене не істейміз, түсіріп қоямыз, иә? Мына жақта өйткені вершина бар, осы жерден қатты түсіп кететін болса, баға агрессивно төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Сол себептен стоп лоссты кішкене астыңғы бағытқа не істейміз, жылжытамыз. Яғни примерно 2-2,5 доллардан аспау керек тоже. Енді take profitті тоже бірінші вариант 5 доллар, екінші вариант енді мынау линияңыз ауысады ғой, келесі плюске шығады ғой мынарадан. Сол кезде позицияны не істеу, жабу. Самый безрисковный вариант ол бізде 5 доллар. Ал енді екінші мен ұзақтау позицияны ұстаймын десеңіздер, екінші плюс шыққанда не істейсіздер, жабасыздар. Мына жақта да дәл солай. Мысалға мына жерде қанша болған? 12-ден 11-ден шортқа ашылған позиция, стоп лоссты кішкене жоғарыға қоясыз. Бірінші тейк, біріншісі бізде не болады? 5 болады. 12-ден ашылса 0,7. Мына жерден бірінші тейк болады. Ал енді екінші мен жоқ күтем десеңіздер, мына жерде тренд ауыстырған кезде не істейсіздер? Сразу позицияны жабасыздар. Өйткені мына жерде новый плюс шықты деген сөз, өз бағытын уже не істеді деген сөз, ауыстырды деген сөз. Түсінікті ғой? Бұл индикатор тоже также солай қолданасыздар, міне. Тоже также міне келді, аштыңыз, келді, мына жерлерде енді арасында стоп алатын моменттер бар, иә? 100% деген нәрсе жоқ, примерно 70-80% жұмыс жасап береді. Стоп алатын моменттер бұлар жаңағыда рынок жай болған кездер, немесе рынок енді ашылатын кездер, немесе рынок енді жабылатын моменттер. Түсінікті ғой? Яғни бұл жақта да не істейсіздер? Take profit стоп лоссты примерно 5-2-ге қоясыздар. Енді екіншісі мен күтемін до конца десеңіздер, онда мына трендтің, яғни тренд деген бұл енді плюс қой, плюс шығатын болса, яғни бағыт ауысты деген сөз. Бағыт ауысқан моментте ғана не істей аласыз, позиция қарай аласыз. Енді 15 минут пен 5 минуттың разницасы енді кішкене ұзақтау болады, иә? 15 минутта кішкене тейкта ұзақтау болады, стопта кішкене ұзақтау болады. Міне 15 минутта. Түсінікті ғой? Енді бізде сессиялар бар, иә? Қараңыздар. Қазақстан уақытымен қай кезде трейд жасаған ыңғайлы? Азанғы сағат примерно 9-дан 11-ге дейін, 12-ге дейін нормально. Бізде 12-де сіздер уақыттарыңызда Европа деген рынок ашылады. Яғни бұл кезде кішкене болады, агрессивный қозғалыс болады. После 12-ден кейін бағыт анықталғаннан кейін барып 12-ден сағат примерно 2-3-ге дейін не істеуге болады, 3-4-ге дейін сауда жасауға болады. 2-3-ге дейін сауда жасауға болады. Түсінікті ғой? Яғни азан сағат 9-11, 9-дан 11-ге дейін, одан кейін сағат 12-30-дан дейікші, өйткені 12:00-де сіздерде Европа рыногы ашылады. Сол кезде кішкене реакция беріп кету мүмкін мына рынок. Өйткені новый рынок ашылған кезде обязательно реакция береді. Енді 12:30-дан примерно кешкі 17:00-ге дейін жасасаңыздар болады. Самый безопасный, самый спокойный рынок. Енді білесіздер, 17:30-дан кейін уже бізде агрессивный жаңалықтар болады. Жаңалық кезінде стратегиялар жұмыс жасау вероятності өте төмен. Өйткені жаңалық бізде не істейді? Бүкіл стратегияны, бүкіл рынокты өзімен бірге алып кетеді. Сол себептен самый сіздерге
спокойно рынок жасайтын уақыт азанғы сағат 9 бен 11-дің аралығы, одан кейін сағат 12:30, 1-лер мен сағат кешкі 5-ке дейінгі аралық. Яғни самый спокойный, самый нормальный рынок. Ал енді кешке қарай қай уақыттарда? Кешке қарай, мысалға 17:30-дан примерно кейде бізде рынок болады. 17:30-дан примерно 19:30-ға жаңалық болатын кездер. Ол кезде уже 20:00-ден ары қарай сауда жасайсыздар. 20:00-ден можно 22:00-ге дейін сауда жасауға болады. Мына жерге әдемілеп жазып берейін. Рынок сауда жасайтын уақыт азанғы уақытта 9 бен азанғы уақытта 9 бен 11:00 аралығы, 12:30 бен 17:00 аралығы. Одан кейін 20:00 мен 22:00 аралығы. Енді 22:00-лері кейде агрессивный жаңалықтар болады, оның барлығын күнделікті не істейміз, қарап отырамыз. Түсінікті ғой. Осы аралықтарда сауда жасасаңыздар, сіздер спокойный рынокпен жасайсыздар. Яғни ешқандай агрессия жоқ, ешқандай жаңалық жоқ, ешқандай не жоқ. Осы уақыттарда спокойно трейд жасап, күнделікті 3-4 тейк профит алып кетуге болады. Түсінікті ғой. Тренд ауыстырады деп жатыр ғой, сол туралы айтып жүресіздер ме? Жандарым, мен трендті бар ғой, күнде айтып жатырмын, иә? Ол 1 сағаттағы тренд болсын, 15 минуттағы тренд болсын, ол барлығы бір нәрсе. Тренд деген бағыт. Қараңыздар, мысалға бағыт қазір бізде жоғары кетіп бара жатыр. Бұл жоғарыда кетіп бара жатқан бағыт трендті ауыстыру үшін бірінші тұрған қызылды қиятын болса, онда біздің трендіміз не істейді? Төмен қарай ауысады. Қазір данный момент біздің трендіміз не болып тұр? Жоғары қарай болып тұр. Бұл ауыстыратын болса, баратта мына жердегі бірінші тұрған қызылды қиятын болса, значит бізде не істейді? Тренд ауысады. Бұл енді тренд ауысқанды біз қандай стратегиямен қолданамыз? Тренд ауысқанды біз всегда немен қолданамыз? Ордер блок, брейкер блок и mitigation блокта қолданамыз. Mitigation блокта. Яғни біз ордер блок табу үшін, mitigation блок табу үшін, брейкер блок табу үшін бізге трендті білу маңызды. Тренд бұл бізде бағыт. Яғни бағыт тек қана жоғары қарай ала беретін болса, значит мына төмендегі вершинаны қимай баға қайтадан өсіп кететін болса, значит дальше біздің трендіміз не деген сөз? Жалғаса береді деген сөз. Түсінікті ғой. Яғни біз ордер блокты, mitigation блокты, брейкер блокты табу үшін бізге тренд маңызды. Алдағы уақытта операнди стратегиясымен біз осы трендті қосып сауда жасаймыз. Трендті қосып стратегиямен сауда жасаймыз. Түсінікті ғой. Яғни тренд деген бұл бізде бағыт. Енді сіздер қазір трендті 15 минуттықпен шатастыруларыңыз мүмкін, иә? Яғни 15 минутта бірінші сіз мына жерде ордер блок пен брейкер блогыңызды сызып аласыз. Сызып алғаннан кейін баға келгеннен кейін барып 15 минутта өзінің трендін, яғни слом жасайтын болса ғана біз позиция не істей аламыз? Аша аламыз. Егер ол 15 минутта тренд ауыстыру деген, ол 15 минутта яғни подтверждение беру деген сөз. Яғни осы жерден нақты позиция аша беруге болады деген сөз. Ал егер 15 минутта ол жақта подтверждение бермейтін болса, значит біз не істей алмаймыз? Позиция аша алмаймыз. Түсінікті ғой. Енді бұл тренд сіздер қазірге ордер блокқа, брейкер блокқа, mitigation блокқа қолданасыздар. 3 блогыңызды белгілеп алғаннан кейін барып бағаңыз сол линияға келсе, 15 минуттық таймфреймде тренд ауыстырғанын күтесіз. Тренд ауыстырғаннан кейін барып уже не істейсіздер? Позиция ашасыздар. Түсінікті ғой.